Сәлем достар, бүгін сіздерге өте оңай жасалатын әрі дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. YouTube каналыма тіркеліп қоңырауши белгісін басып қойыңыздар, алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ең алдымен крабовый палочкиді, краб таяқшасын осылай ұзынша етіп тураймыз. Егер краб таяқшасын қолданғыңыз келмесе, оның орнына қайнатылған аш-шаян, яғни креветке қолдансаңыз болады. Краб таяқшасын ыдысымызға саламыз. Енді свежий қиярды ұзынша етіп тураймыз. Қиярды турап болғаннан соң консервідегі жүгеріні осылай сеткаға қойып суынан ажыратып аламыз. 5-10 минуттан кейін жүгеріні ыдысымызға саламыз. Ас көп қосамыз. Мен ақ желкен, яғни петрушка қостым. Осылай үзіп қостым. Енді оған кәріс сәбізін қосамыз. Енді тұздығын дайындаймыз. Енді салатымызға қаймақ пен майонез қосамыз. Бірыңғай қаймақ немесе майонез қоссаңыздар да болады, және ұсақтап сарымсақ қоссаңыздар болады, бір тіс жесін. Сапалы майонез қолданыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің салатымыз дайын. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны достарыңызға, группаға поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.